Арма ағайын, қайырлы күн құрметті көрермендер. Мен Киелі Кербұлақ ауданы Сарбастау орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Рысбай Нұрбақыт. Қарапайым адамның үлкен тарихы атты бейнеролигімді қабыл алыңыздар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қардың тіленбей деген ұлы Абайдың ұлағатты сөзі құнын ешқашан жойған емес, жоймайды да. Біздің еліміздің алға қойып отырған мақсаттарының бірі қоғамымыздың рухани жаңғыруына қол жеткізудің бір бағыты осындай адал еңбек етудің адам үшін, қоғам үшін, ел үшін алатын орнын дәріптеу, жастардың санасына сіңіру, іспен үлгі болу. Адам өмірін сәнді де салтанатты, мәнді де мағыналы ететін құндылық еңбек. Адал еңбектің мәні ешқашан жоғалмайды. Әрбір адам биік арманына еңбектің арқасында қол жеткізеді. Бүгін біз сөз ететін тақырып еңбек туралы. Осындай зор еңбектің арқасында атаққа қол жеткізген Шопан ана Аябаева Мәрия Көденқызы. Бүгін біз қарапайым еңбек адамы Мәрия Аябаева анамыз туралы айтамыз. Халқымыздың мақтан тұтар аяулы анамыздың бірі социалистік еңбек ері, атақты Шопан, өз заманында үлкен мәртебе саналатын қайраткер анамыздың өмір жолы ұлтымызға өнеге, жас ұрпақ өкілдеріне тағылым мен тәрбие. Аябаева Мәрия Көденқызының есімі республика жұртшылығына түгел танымал. Аябаева Мәрия Көденқызы, социалистік еңбек ері. 1939 жылы 23 ақпанда Алматы облысы бұрынғы Гвардия ауданына қарасты Жаңалық ауылында дүниеге келген. Әкесі Көден Ұлы Отан соғысына қатысып, еліне аман-есен оралғаннан кейін Кеңшарға тракторист болып жұмысқа орналасады. Кейін өзі жұмыс істеген МТС-тің директоры болып тағайындалады. Анасы Мүгілсін Кеңшардың картоп даласында жұмысшы, кейін звеновой болып жұмыс істеген. Мәрия Көденқызы 1947 жылы сол ауылдағы 7 жылдық мектептің табалдырығын аттап, 1954 жылы аяқтайды. Білімін жалғастыру үшін басқа ауылдағы орта мектепке қатынап оқу керек болды. Бірақ бұған отбасының жағдайы келмейтінін түсінген Мәрия Көденқызы жұмысқа араласып, отбасына көмектесуге бел буады. 1955 жылы қосағы Қызайбай ақсақалмен тұрмыс құрып, мал шаруашылығының қыр-сырымен таныс болып, арқарлы Кеңшардан екеуі жеке отар алып, Шопан таяғын қолына ұстайды. Еңбегі жылдан жылға өрлей түскен Мәрия апа енді аянбай еңбек етуге бағытталады. Осы жұмыста еңбегі жанып, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанып, Қазақстан орталық партия комитетінің ревизия комиссиясының мүшесі болып, Қазақстан Кеңес одағы коммунистік партиясының 4 съезіне қатарынан делегат болып сайланды. Кете Жүсіптің «Адамдық пен надандық» өлеңінде дүниеге кімдер келіп, кім кетпеген, табиғат түбі терең қол жетпеген, өнерін өмірінің біле тұрып, маңдайын пенде барма терлетпеген дегендей, еңбекпен маңдайын терлетіп, сол еңбектен бақыт тапқан ана, ер ана, ауылымыздың мақтанышы атақты Шопан ана Мәрия Аябаеваның өмір жолы бізге үлгі. Осы ретте біз Мәрия Көденқызының қызы Алтын Аябаевадан апамыз жайлы онлайн сұхбат алған едік. Анам Мәрия Көденқызы 23 ақпан 1939 жылғы өмірге келді. Анам туралы көп нәрсе айтуға болады. Ол кісінің өмірі тұнып тұрған тарих десем де артық айтпас едім. Анамның еңбек жолы 16 жасынан басталды. Осы еңбек жолында мал шаруашылығымен анам 1955 жылдан араласыпты. Қажымас еңбегі елеусіз қалған жоқ. Сол еңбегінің арқасында анам социалистік еңбек ері атанды. Мемлекет сыйлығының лауреаты болды. Талай съездерге делегат болды. Союз кезіндегі Москвадан алған ең соңғы социалистік еңбек ерін алған 86 жылы менің анам болды. Мектебімізде осы еңбек ері Мәрия Көденқызына арналған мұражай ашылған. Сол мұражайдың ашылуына ұйытқы болған мектебіміздің директоры Жансбекова Фаризат Тұрақбайқызы. Сәлеметсіз, Фаризат Тұрақбайқызы. Мектептегі Шопан мұражайын ашу идеясы сізге қалай келді және мұражай қашан ашылды? Мектептегі Мәрия Көденқызы Аябаеваның атындағы мұражайды ашу, ол кісі осы ауылымыздағы Сарбастау ауылының Шопан анасы, социалистік еңбек ері. Ол кісінің еңбек жолын насихаттау, болашақ ұрпаққа жеткізу барысында осындай ой туындады және тәуелсіздіктің 30 жылдығына
осы мұражай ашылды. Шопан мұражайының негізгі мақсаты қандай? Шопан мұражайының негізгі мақсаты мектебіміздегі білім алушыларға, ұстаздарымызға ол кісінің жүріп өткен еңбек жолын, еңбек адам екендігін, ұлттық отбасылық құндылықтарды, еңбек құндылықтарын насихаттау барысында осы мұражайдың тигізіп жатқан орасан еңбегі зор мектебімізде. Бұл мұражай арқылы оқушылар қандай құндылықтарды үйренеді деп ойлайсыз? Болашақ ұрпағымыз еңбекқор, патриоттық сезімі бар, өз Қазақстанына адал еңбек ететін ұрпақтар өседі деп ойлаймын. Фариза Тұрақбайқызы, сұхбатыңызға рахмет. Бар сақта, намысты бол, талаптан, қарекет қыл, тәуекел ет, уәдеге берік бол, ақылға сал, қайратты бол, жүрегіңді жылат, біліміңді көбейт, өнерді үйрен, мінезді бол, еңбек сүйгіш бол. Бейсен Құранбектің осы айтқан сөздері адамды жақсы қасиеттермен қоса еңбекке баулайтыны белгілі. Мен бүгінгі түсірілімді арнайы осы жастар үшін жасадым. Өйткені бұлардың бәрі ертеңгі күні бай болғысы келеді, бақытты болғысы келеді. Бірақ соның кілті еңбекте ғана жатыр. Қарекеттің түбі қашанда берекет.